Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат сіздерге ашық сабақтың үлгісін көрсету. Оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығара алу үлгісін көрсететін боламын. Сонымен қатар бірнеше белсенді әдістер негізінде мақсатқа қарай дөп жетуге болатынының айқын көрінісін аңғаратын боласыздар. Ал ең басты құндылығы, сіздер дәл осы сабақты соңына дейін көріп, екі пікір қалдырсаңыздар, қымыжысы тегін берілетін болады. Сонымен сабақтың мақсатына назар салсақ, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау және өзіндік тұрғыдан талдап әдеби эссе жазу. Енді оқу мақсатынан анықталған сабақ мақсаты барлық оқушылар көпшілігі және кейбірі нені орындай алатынын көре аласыздар. Дәл осы нұсқаулықты сіздер бағдаршам ретінде өз тәжірибелеріңізде пайдалансаңыздар болады. Сонымен сабақтың мақсаты анықталды. Енді қандай белсенді оқыту әдістерін пайдаландық? Алдыңғы білім бір жалған бір шындық және ширату жаттығу ретінде бейнебаян менің кінәм не? Бұл бейнероликті YouTube-тың сілтемесіне асыл арна менің кінәм не деп жазсаңыздар таба аласыздар. Тағы да белсенді оқыту әдісі, ол сабақтың басында 4 баған әдісін пайдаланамыз. Сабақтың ортасында Сержанның арманына байланысты КМК талдау жасалады. Және сабақтың соңында автор орындығы арқылы қорытындылауға болады. Саралау тапсырмасы ретінде рецепт әдісін пайдалансаңыздар өте тиімді болады. Сөз тіркестері, сатылы нұсқаулық және дәйек сөздер міндетті түрде беріліп, мәтін деген тұсқа оқушы эссесін жазып, мұғалімнің жазбаша кері байланысы беріледі. Сонымен ықшам сабақтың қорытындысына келетін болсақ, сәтті шыққаны, міндетті түрде сәтті шығатына бейнебаян көрсетіп барып, сабақ мақсатын шығару, саралауға арналған тапсырмалар мен КМК талдауы. Қиындық тудыруы мүмкін, құрастыру мен мазмұнды пысықтауға арналған жазылым құрылымы кестесі. Мен сіздерге бұны қысқаша рецепт деп айттым. Сапалы орындалуына мән берсеңіз, мәселе туындамайды. Міндетті түрде эссені жазбаша кері байланыс арқылы бағалаңыз. Сол кезде оқушының ойында жіберген қателері және сіздің ұсынысыңыз есінде қалады. Ал қымыжысын алғыңыз келсе, төмендегі телефон нөміріне хабарласып, барлық талаптарды орындасаңыз болғаны. Сау болыңыздар!